Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Айла тәттілері. Бүгін осындай өте майлы, жарамсыз қалған сковородкаларды тазалайтын боламыз. Міне қараңыздар, жүздер өте майлы, бірақ бір ғана әдіспен жасалынады. Дәл осы әдіспен жасауға кеңес беремін. Ең алдымен влажный салфеткаларымызды кептіріп аламыз. Осындай влажный салфеткаларымыз біздің құрғақ болу керек. Осы салфеткаларды алып, сковородканың үстіне қойып шығамыз. Ешқандай ашық жері қалмауы қажет. Қолдарыңызға міндетті түрде перчатка киіп алыңыздар. Аммиак ерітіндісі немесе нашатырный спирт деп те аталынады. Кез келген аптекадан тапсаңыздар болады. Маған осы сковородкаға бір осындай аммиак ерітіндісі кетті. Дәл осылай барлық жеріне құйып шығамыз. Көбірек құйсаңыздар жақсы болады, тез кететін болады. Мінекей еш жері қалмастан барлық жаққа сеуіп шықтық. Сосын осы сковородканы алып пакетикке саламыз. Дәл осылай төңкереміз. Енді ішкі жағына да құрғақ салфеткаларымызды салып шығамыз. Дәл осылай қатты майлы жақтарына қойып шығамыз. Достар, дәл осы методпен жасаңыздар. Мінекей дәл осылай аммиак ерітіндісін құйып шығамыз. Нашатырный спирт деп аталады. Бағасы да өте қымбат емес, 100-200 теңгенің арасында. Дәл осылай пакетпен жабамыз. Ешқандай ашық жері қалмау керек. 2-3-4 пакетпен осылай қаптасаңыздар да болады. Мен бұл жерде 3 пакетпен жақсылап қаптадым. Және осыны 24 сағатқа бетін жауып қойып қойдым. Міне достар, 24 сағат өтті. Осыны пакетиктен аламыз. Кемі 24 сағат, 24-30 сағатқа қойсаңыздар да болады. Менің сковородкам өте майлы болғандықтан мен 30 сағатқа қойдым. Ешқандай күшті қажет етпейді. Достар, бұл жерде ең бастысы әскере кететін жағдай, қолдарыңызға міндетті түрде перчатка киіңіздер. Міне қараңыздар, ешқандай күшті қажет етпейді. Жай ғана пышақпен түртіп алып жатырмын. Осы әдіспен міндетті түрде жасаңыздар. Жарамсыз қалған сковородкаларыңызды осылай тазалап алсаңыздар болады. Міне достар, біздің сковородкамыз тазаланды. Міне қараңыздар, өте керемет. Ешқандай майы қалмады. Дәл осы әдіспен жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментария қалдыра кетіңіздер. Алла қаласа, алда өте көп осындай лайфхактар, өте жақсы рецептер шығатын болады. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Сау саламат болыңыздар.